Олар жай ғана кей-поп тобы емес, олар феномен. Миллиардтаған қаралым жасаған, концерт билеттері толығымен сатылған, стадиондарда ине шаншитын орын болмайтын. Олар әлемдік сән үйлерінің басты амбассадорлары. Бірақ бұл жетістіктің артында не жатыр? Миллиондаған табыс пен жарқыраған сахнаның ар жағындағы маңдай тер және жылдарға созылған қатаң жаттығулар. Бүгін біз уақытты кері айналдырамыз. Сандар мен нақты даталарға сүйене отырып, YG Entertainment қабырғасында Blackpink тобының қалай құрылғанын, әр мүшенің қай күні келгенін және әлемдік революцияның қалай басталғанын қадам-қадаммен талдаймыз. Бәрі 2010 жылы басталды. Ол кезде YG Entertainment өзінің басты табысы 2NE1 тобының шарықтап тұрған кезі болатын. Агенттік жаңа буынға арналған визуалды түрде мінсіз және талантты қыздардан тұратын Pink Punk атты жаңа жобаны жоспарлай бастайды. Жоспар бойынша топта 7 немесе 9 мүше болуы керек еді. Алайда YG басшылығы қатаң іріктеу жүйесін енгізді. Жыл сайын ондаған трейнилер келіп, шыдамай кетіп жатты. Осы қатаң бәсекелестікте тек 4 қыз ғана соңына дейін төтеп берді. Бірінші мүше Дженни. Оның оқиғасы мұхиттың арғы жағынан, Жаңа Зеландияның Окленд қаласынан басталады. 10 жасында отбасынан жыраққа шетелге оқуға кеткен ол, тіпті сол кездегі кореялық MBC телеарнасының деректі фильміне де түсіп үлгерген еді. Алайда 14 жасқа толғанда оның өмірінде шешуші бұрылыс болды. Анасы оның білімін одан әрі жалғастыру үшін Флоридаға жібермекші болады. Бірақ Дженни батыл қадамға барып, мен жалғыз өмір сүріп, өзім қаламайтын нәрсені оқығым келмейді. Менің музыкамен айналысқым келеді, деп кесіп айтады. Осылайша 2010 жылдың тамыз айында ол оңтүстік Кореяға оралып, бала күннен тыңдап өскен YG Entertainment-тың кастингіне қатысады. Кастингте Риананың Take a Bow әнін орындап, бірден қазылар алқасының көзіне түседі. Ол кезде оның жасы небәрі 14-те еді. Дженни топтағы ең ұзақ дайындалған мүше. Оның трейни, яғни тәжірибеден өтуші кезеңі топ-тура 5 жыл 11 айға созылды. Ол жай ғана жаттығып қоймай, компания ішінде Ace, яғни ең мықты әмбебап артист атанды. YG басшылығы оның әлеуетін ерте байқап, дебютке дейін-ақ үлкен жобаларға қоса бастады. 2012 жылы ол G-Dragonның That XX бейнебаянда басты рөлді сомдаса, 2013 жылы G-Dragonның Black, Ли Хайдың Special және Сынридің GGB әндеріне вокал жазды. Ол кезде медиа мен жанкүйерлер оны YG-дің құпия қаруы деп атады. 6 жылға созылған толассыз вокал, рэп және би сабақтары. Ай сайынғы қатаң тексерістер мен үлкен психологиялық қысым Дженниді нағыз перфекционистке, сахнада от болып жанатын харизмаға ие лидерлік тұлғаға айналдырды. Екінші болып Лалиса мүшелікке кірді. Оның оқиғасы нағыз арман қуған адамның үлгісі. Лиса кішкентайынан биге құмар болды. Тіпті Таиландта жүргенде GOT7 тобындағы Бэм-Бэммен бірге Уиза Кул би тобында өнер көрсетті. Оның тағдыры 2010 жылдың қазан айында түбегейлі өзгерді. YG Entertainment Таиландта алғаш рет ашық кастинг өткізгенде бағын сынауға 4000-нан астам адам келді. Осы мыңдаған үміткердің ішінен қазылар алқасын таңғалдырып іріктеуден өткен жалғыз қатысушы 13 жастағы Лиса болды. 2011 жылдың сәуір айында ол отбасын, достарын артта қалдырып, оңтүстік Кореяға көшіп келеді. Осылайша ол YG тарихындағы ең алғашқы шетелдік трейни атанды. Бірақ Кореядағы алғашқы жылдары оңай болған жоқ. Лиса корей тілін мүлдем білмейтін, тіпті қарапайым сөздерді түсінуге қиналатын. Компания оның тілді тез үйрену үшін қатаң ереже енгізді. Оған ағылшынша сөйлеуге тыйым салынды. Тек корей тілінде ғана сөйлесуге мәжбүр болды.
Бұл ретте оған ағылшын тілін білетін Дженни көп көмектесті. Лиса өзінің би өнерімен ерекшеленді. Ай сайынғы қатаң бағалауларда ол биден әрдайым тек А, яғни ең жоғары баға алып, хореографтардың өзін тамсандырды. Оның дарыны соншалық, дебютке дейін-ақ 2013 жылы Тэйянның Ринга-Линга бейнебаянында биші ретінде түсіп, кейін компанияның Nona Gone киім брендінің басты моделі болды. 5 жыл 3 айға созылған трейни кезеңінде ол тай қызынан YG-дің нағыз би машинасына және әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналды. Үшінші мүше Ким Джису. Оның хикаясы басқалардан сәл өзгешерек. Джису кішкентайынан актерлік өнерге қызығып өсті. YG Entertainment'тың есігін ол 2011 жылдың шілде айында қақты. Ең қызығы, хип-хоп пен ар және би жанрына бағытталған қатаң YG кастингінде ол би билеп немесе рэп оқудың орнына Лион Мидің I Have a Lover атты классикалық балладасын орындап берген. Оның көз тартарлық табиғи сұлулығы мен сахнада өзін ұстауы қазылар алқасының назарын бірден жаулап алды. Джисудың визуалды тартымдылығы соншалық, ол тіпті бәсекелес агенттіктердің де назарынан тыс қалмады. Бірде ол трейни кезінде YG Family концертіне көрермен ретінде барғанда, Кореяның тағы бір алпауыт агенттігі SM Entertainment'тың кастинг менеджері оны байқап қалып, табан астында өздеріне шақырады. SM әдетте дәл осындай мінсіз сұлулықты іздейтін. Алайда Джису өзінің құпия түрде YG трейни екенін айтып, ұсыныстан сыпайы түрде бас тартады. Топта 5 жыл жаттыққан Джису дебютке дейін-ақ жартылай жұлдызға айналып үлгерді. YG компаниясы оның медиа әлеуетін жақсы түсініп, оны экранға ерте шығарды. Ол 2014 жылы Epic High пен Хай Сухюн бейнебаяндарында басты рөлдерді сомдады. Ал 2015 жылы әйгілі The Producers дорамасында камео рөлінде ойнап, Ли Мин Хо сияқты топ актерлермен бірге ірі брендтердің жарнамасына түсті. Осылайша ол Blackpink сапында сахнаға шықпай тұрып-ақ халыққа ең танымал мүше болды. Ол топтың жай ғана бет бейнесі емес, қиын жаттығулар кезінде қыздардың көңіл-күйін көтеріп, әрдайым қолдап жүретін басты позитивті энергия көзіне айналды. Төртінші және соңғы мүше Розе. Шын аты Розан Парк, немесе Парк Чейонг. Оның оқиғасы Жаңа Зеландияда басталып, Аустралияның Мельбурн қаласында жалғасты. Розе бала күннен музыкаға жақын болды. Шіркеу хорында ән айтып, гитара мен пианинода ойнайтын. Алайда, кей-поп жұлдызы болу оның ойына кіріп шықпаған еді. Барлығын өзгерткен оның әкесі. Розенің түн жарымына дейін бөлмесінде гитара тартып ән айтатынын үнемі еститін әкесі 2012 жылдың мамыр айында Сиднейде өтетін YG Entertainment кастингіне билет сатып алып береді. Бұл әкесінің кейін өскенде арманыма тырысып көрмедім деп өкінбес үшін барып қайт деген үлкен қолдау еді. Сиднейдегі кастингке 700-ге жуық адам қатысты. Розе өзінің ерекше дауыс тембрімен және Джейсон Мраздың I Won't Give Up әнін гитарамен орындау арқылы қазылар алқасын таңғалдырып, 700 үміткердің ішінен бірінші орынды жеңіп алады. Осылайша ол 15 жасында мектебін тастап, отбасымен қоштасып, бірден Кореяға ұшады. Розе топқа ең соңғы болып қосылды. Оның трейни кезеңі 4 жыл 2 айды құрады. Бірақ оның таланты соншалық, Кореяға келгеніне небәрі 2 ай болғанда, 2012 жылдың қыркүйегінде ол аты аңызға айналған G-Dragon'ның Without You әніне вокал жазады. Ол кезде оның есімі қатаң құпия сақталып, ән кредиттерінде тек Question Mark of YG New Girl Group деп көрсетілді. Розе өзінің қайталанбас алтын даусымен Blackpink'тің басты вокалисі позициясын мықтап иеленді. Жылдар бойы созылған жаттығулар артта қалды. 2016 жылдың 18 мамырында YG Entertainment ұзақ күттірген жаңа қыздар тобының шілде айында дебют жасайтынын ресми түрде растады.
Хронологияны дәл еске түсірейік. 1 маусым Дженни, 8 маусым Лиса, 15 маусым Джису, ал 22 маусым күні Розе көпшілікке таныстырылды. 29 маусым 2016 жылы YG Entertainment топтың атауын ресми жариялады. Blackpink. Олар тек әдемі ғана емес, сонымен қатар мықты әрі талантты деген мағынаны білдіреді. Тарихи күн 2016 жылдың 8 тамызы. Blackpink өзінің дебюттік сингл альбомын шығарды. Бумбая және Whistle әндері шыққан сәттен бастап музыкалық чарттарды талқандады. Дебют жасағаннан кейін небәрі 13 күн өткенде олар музыкалық шоуда алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Бұл кей-поп тарихындағы ең жылдам рекордтардың бірі еді. Дженни, Лиса, Джису және Розе. Әр қайсысы әртүрлі елден, әртүрлі тағдырдан келді. Бірақ дәл осы төртеуінің бірігуі ғасырлық феноменді дүниеге әкелді. Олардың құрылу тарихы мақсаткерлік пен қатаң тәртіптің жемісі. Ал сіздің ойыңызша Blackpink'тің ең мықты кезеңі қай жылдар болды? Комментарийде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнероликте кездескенше.